新疆嘅教培中心引起國際關注。根據被囚者嘅描述，營內設施惡劣，閉路電視嘅監控無處不在。被囚者每日要學中文、唱國歌同熟讀愛國愛黨思想。營內嚴禁進行祈禱，有穆斯林信徒更加被逼要親手將祈禱用嘅地氈掉入火堆之中，直至燒完為止先可以離開。好多教培中心嘅幸存者都表示身心備受折磨。呢位女士唔願意透露真實姓名，我哋叫佢做樂馬。佢係單親媽媽，有2個女。17年10月，佢喺哈薩克斯坦邊境附近嘅霍爾果斯被捕，隨即被送往再教育營。原因係佢利用媽媽嘅電話卡安裝通訊程式 WhatsApp， 響當地使用非中國認可嘅電話程式屬於違法，違者會被懲處。佢身處新疆嘅父母目前亦被監控。үйірге алып шыққан кезде тек қана сол жаңағы сынып ашты да, сынып ашып сынып қалып шығып сабақ үйретті. Сол жаңағы тіл үйретті да. Таң сағат 7:30-нан кешкі сағат 5-ке дейін. Аралықта түсте 2 сағат демалыс бар да, демалыста 2 сағат палатаға кіріп отырамыз сол. Сол о жердегі. Сенің о жерде мындай болады екен. Сені бір адам сатып жібереді екен, бәленбай ақшаға. Жаңағы, мысалы сен 1 жылға дейін жатқанына келсем деп жаңағы, мені қой мерзімімнен бұрын шығарды да. Бұл жерден де еркіндіктемін ғой, кішкене қалай істеймін, қалай жүремін өзім білемін да. Енді о жерде қиындық бірінші еркіндігін жоғалттың емес пе о жерде. Өзің ол адамның бірінші ең қиыншылығы, үлкен қиыншылық жоқшылық емес та, мына жоқ, мынау қазіргі қиыншылықтар оншалық көп қиыншылық емес. О жердегі қиыншылық болды. Өйткені адам өз бас бостандығыңнан айырыласың да, еркіндігіңнен айырыласың. Өзіңді өзің білмейсің, өзіңді өзің меңгере алмайсың. Сол себепті сол қиыншылық.我哋喺阿拉木圖遇到嘅哈薩克人，不論年齡、收入定係職業，只要同新疆有關聯，都必定曾經有親人或者朋友被囚禁喺再教育營。其中部分有幸獲釋嘅人話，喺營裏面不論身心都飽受折磨，而家仍然猶有餘悸。喺哈薩克斯坦採訪嘅第2日，我哋由阿拉木圖出發，揸咗3個鐘頭車前往一個農村，訪問一位響中國出世嘅哈薩克裔媽媽。佢曾經先後被囚禁喺4個唔同嘅再教育營，更加被逼做黑工。佢唔願意透露真實嘅姓名，我哋稱呼佢為管娜。佢有3個仔女，其中2個住喺新疆，另外1個喺哈薩克斯坦居住。管娜今年39歲，佢喺新疆長大，後來搬去哈薩克斯坦居住。17年7月，佢返新疆探望臥病在床嘅爸爸，過境嘅時候被拘捕，然後被送去再教育營。өкіл салды, өкіл салғаннан кейін өкілді не өкіл екенін білмейміз, тұмаудың өкілі деп қойды, бірақ та жуан өкіл, үлкен жуан өкілді мына иықтан салды. Сол өкіл салғаннан кейін тамаққа тоймай кеттік. Сол алдында тамақтарды жемегенбіз ғой, шиік екен, кейін деп момыларын, сол күріштерін айту, біртүрлі тамаққа тоймай кеттік қой. Қашан тамақты ойлайтын болдық. Бүгін көп салама, бүгін және күріш па, бүгін не берер екен деп тамақты ойлайтын болдық. Бірақ та менің көзімнен жасаға бастады жүрге барғаннан. Көзім әлсіз. Өнен кейін менің ғой енді айту өз басым не қылдым, бірақ көптеген қыздардың әлгі әдеттері тоқтап қалып келмепті ғой. Ол ұлысыз ұяттық жоқ. Өнен кейін өзімнің көргенім 3-4 қыз ұйғыр қыз көмірім болды. Оны бізге ұйғыр мұғалімдер мен қазақ мұғалімдер болады ғой о жерде. Сонда лазыны қайнақ суға сап, жылы суға сап, сол лазыны әкеп берген. Өзім көзім көрді енді. 1-2 сөйтіп ше, мынау менің жусам көмірің сақаят деп.
舊年，內地官媒中央電視台拍攝咗一輯關於再教育營嘅節目。節目內容指，營裡面嘅學生都非常愉快咁喺度學習普通話同埋其他職業技能。但管娜話呢啲都唔係真實嘅情況。үйренулерің қандай десе үйренуіміз жақсы. Айтамыз сонымен ол кісілер билетеді бізді. Әрекет қылып жатырмыз, билеп жатырмыз деп. Бұлар жақсы екен ғой бұл. Мектептарың бір уақыт әрекет палиат қылады екенсің, тамақтарың қандай десе тамағымыз жақсы тойып жатырмыз дейді. Не тамақ жейсіңдер дейді. Жасасам да мен бір тек заңсыз іс-әрекет істеп бақпаппын күні бүгінге дейін. Бірақ мен апарып қолыма кісен сап рухани жақтан бір дәретке бару үшін бәгау десем, я баламды көре алмасам, я еркіндік бола алмасам, мен қиналдым, азаптандым, ауырдым, өкілді де салдым. Мен не өкіл екенін білмеймін әзір. Енді мен барғанның өзінде де күздер әуелқан деп арқылым қалып отыр ол. Сен айттың деген күмән менен, бәлкім мен атып етуі де мүмкін. 管娜同樂馬一樣，都喺新疆嘅村落長大。佢哋嘅村長亦同內地當局簽署咗協議，同意將管娜送去再教育營。除咗管娜，好多人都喺唔知情嘅情況底下，個名被省政府官員上繳至中央。管娜先後喺幾個再教育營生活過，最後被送到一間工廠。佢每日被逼長時間縫製手套，賺取微薄嘅薪酬。佢喺工廠工作咗1個月，惡劣嘅工作環境令佢嘅健康每況愈下。呢日，管娜嘅丈夫帶佢同個女去睇醫生，檢查佢喺被囚期間身體到底出現咗咩毛病。Бейшауға түсіріп, басымды тексертіп, сол кезде мына ұйқы без қабынған ашқазан жанында дейді. Өй жерде кешке дейін күріш жедік, темір креветте жаттық, жерде жаттық деген сияқты, өнен кейін шелекке дәрет қылдық деген сияқты. 目前根据我的诊断吧，他第一个体弱，身体弱，第二个他这个肾脏方面现在已经损害了的，膀胱炎呢，这个发展的话，这个尿毒症现在目前出现了早期出现了尿毒症。 那一天来说，小便排不出去，整个尿嘛就是散到这身上，这样的话就是。管娜被囚期間，佢丈夫經常到 Atatürk 人權組織求助，又寫咗好多封信到哈薩克斯坦政府，要求釋放佢嘅妻子。管娜話：若然唔係佢丈夫堅持不懈， 佢未必能夠捱過嗰段被囚禁嘅日子。 Алғашқы Қытайға келе алмағаннан кейін мен 2 жастық баламен қалып отырмын ғой үйде. Соны істейін десем істей алмаймын. Бір жерге апарып қойып қойсам бұл жылап. Анамнан айырылған десе, папа сен де тастап кетесің ба деген күндер болды. Іштей тындым ба, баланың жылаған көздерінің жастарын көрген кезде ішімнен тынып кетемін, амал жоқ. Бұның енді көз жасына қалмайын енді. Өлі айырылса ол мейлі, тірі айырылған өте азапты екен де.近2小時嘅訪問嚟到尾聲，管娜嘅情緒仍然未能平復。佢話有機會同我哋分享過去種種嘅經歷，對佢嚟講意義重大。
солар жейді, арт жақта халқы қиналып жатыр. Көзім көрді ғой менің. Бірақ мына жерде жалаң аяқ өліп кетсем де мен өкінбеймін ғой.而家管娜已經獲釋返到屋企，佢希望可以同丈夫同女兒展開新嘅生活。雖然佢仍然擔心自身安全，但仍然堅持要講出真相，令更多人知道佢喺中國再教育營所經歷嘅一切。被拘押喺新疆教培中心嘅人，包括維族著名嘅知識分子同精英，當中有作家同大學教授。佢哋嘅知識領域涵蓋維吾爾族歷史、人類學等各個範疇。有人權組織表示，佢哋根本就冇職業培訓嘅需要，更加冇就業憂慮。當局拘押最有成就嘅維吾爾族人士，係內地近年嚟最強硬嘅一次社會改造運動。Ағам Хамит Шегірұлы, жеңгем Қайлас Мұхамеджанқызы. Тезірек Қазақстан отбасына жіберуін сұранамын. Бұл кісінің тірі білгім келеді, және бұл кісіден хабар алып беруін істеймін. Оразғали Жұмағазы арыз беру себебім Шығаздан келген Өкен Махметұлы имам болатын 8 2005佢係阿不都日伊木艾伊提 Abdurrahim Hiyat， 著名嘅維吾爾族音樂家同詩人。今年2月，土耳其政府引述一份報告，指艾伊提早前死於一個再教育營入面。較早前，艾伊提被中國官方判囚8年，佢所創作嘅歌曲被指構成恐怖分子威脅。喺艾伊提嘅死訊傳出後幾個鐘頭，中國官媒發布一段錄影片段。片段中，據稱係艾伊提本人嘅男士喺鏡頭前指自己健康狀況良好。不過，有人權組織質疑片段嘅真確性。艾伊提至今仍然生死未卜，公眾亦憂慮其他被囚知識分子嘅安危。雖然囚禁喺新疆再教育營嘅大部分係維吾爾族人，但唔少住喺阿拉木圖嘅哈薩克人亦都身受其害，尤其係揾緊佢哋喺新疆失蹤嘅親人。38歲嘅古麗喺新疆出世，佢有2個仔，而家同細仔喺哈薩克斯坦嘅阿拉木圖居住。3年前，古麗喺哈薩克斯坦開咗一間服裝店，本來相安無事。後來佢發現哈薩克斯坦原來被中國政府列為26個敏感國家之一。如果有人被發現同呢啲國家有聯繫，可能會被送往再教育營。古麗擔心被捕，於是向哈薩克斯坦申請居留權。冇幾耐，佢爸爸就被人捉咗去再教育營。佢爸爸本身係一位退休高級教師。4月份的時候，當地派出所抓了我爸，說讓我爸去政治學習。然後我4月底我去問了，我自己問了，因為家裡人都害怕，都不敢問。我去問了以後，當地派出所給我說，因為你加入外國國籍，所以你們家裡的可能思想可能有問題，所以你爸去政治學習。新疆當局早前推行咗一個叫做結對認親嘅運動，強制幹部入住維吾爾族人嘅屋企，美其名係促進文化交流。政府叫呢啲家庭做重點家庭。
古麗話，當局嘅行動其實係官方安插黨員入去監視呢啲家庭，而現實係呢啲家庭根本就唔需要任何幫助。我們家裏政府那邊給我們家裏人安排了一個女孩，也就是年齡跟我差不多吧。我爸說是我的漢族女兒，組織那邊已經安排。每個月都要得有，好像是有規定的時間，不是一個星期一次，或者是一個月1-2天嘛，還是什麼，都必須得住那個房間。派出所也好，居委會也好，把我們家裏弄了一個重點家庭，也就是居委會那邊就這些重點家庭都有這種情況。古麗同丈夫已經離咗婚，佢擁有細仔嘅撫養權，而大仔就交由前夫照顧。古麗話：佢好希望帶大仔離開新疆，但佢嘅申請仍然有待當局審批。有時候我早上起來，我第一個想的就是我的大兒子。特別的，我就是特別的無助的那種想法。如果能幫忙的話，問問我大兒子，想跟我在一起，還是想跟爸爸在一起？如果大兒子想跟我在一起的話，能幫我把他接回來。馬丹阿布里茲 （Madan Abulizi） 嘅媽媽莎拉伊斯蘭 （Sarah Islam） 同古麗嘅爸爸一樣，都係知識分子，亦曾經被送往新疆嘅再教育營。我哋喺人權組織 Atajus 嘅辦公室遇到馬丹。薩拉係一位維吾爾族嘅退休婦產科醫生，佢本來喺新疆伊寧市嘅一間醫院工作。98年退休之後，佢搬到哈薩克斯坦同馬丹一齊住。17年4月，佢被要求返中國，隨即被送往再教育營。原因係佢喺電話入邊安裝咗通訊程式 WhatsApp。當地禁止使用非中國政府認可嘅手提電話程式，違者會被懲處。不過，馬丹認為只有省政府內部先知道佢媽媽被拘留嘅真正原因。мен ойлаймын да, менің ойымша енді ол кездерде әртүрлі нәрселер. Қазір мен ойлаймын, ол жаққа бар ғой, олар ештеңкені ойламай апарады. Менің ойымша да. Ойламай апарады, сен білімдісің ба, білімді емессің ба. Қысқасы, ана жерде істеп жатқан адамдарда да ми жоқ. Бір нәрсенің обал сауабын білмейтін адамдар менше. Менің ойымда да. Енді ол енді не деп түсіне алмаймын мен қысқасы. Қалай деп түсінді? Мысалы, бір адам жақсы, не болса жаман болып бүйтіп бөлінеді ғой. Жамандарда да кішкене не болады өзінің. Әйелдер бөлінді, мысалы, бала туылдыратын, баланың несін. Сонымен ол кісі кәсібіне, жан-жағындағы дос жарандарына, бауыр туыстардың бәрін шығуыңыз керек деп, тағы бір екі сақшы кеп, сөйткеннен кейін амалсыздан жатуға мәжбүрленгеннен кейін барып, 2018 жылы 7 март күні барған екен. 7 март күні барып, сосын тура сол кезде олардың өздерінің ішінен үлкен жастағы адамдардың бәрі жатуға болмайды, шығарып етейік деген бір ұқты. 雖然年屆76歲嘅莎拉唔使留喺營入面，但佢亦唔獲准離開新疆。馬丹好擔心佢嘅健康，佢唔希望媽媽自己一個人生活。熱愛唱歌嘅馬丹話：希望透過歌詞抒發佢嘅感受。佢渴望有朝一日世界會還佢媽媽一個公道，同時亦還所有被囚禁喺中國再教育營嘅人一個公道。
жет жүрсем сағынарым жабықсам шағынарым анашым бір өзіңсің табынарым анашым шалқып күлсең алдымда ұзағы жүрсең 響今年年初，保安局局長李家超表示，當局曾經到訪新疆，認為當地嘅反恐工作值得香港參考。但係香港嘅人權標準係咪真係可以同內地接軌呢？香港又係咪應該以內地近年嘅人權狀況作為借鑑，時刻保持警惕呢？